Былтыр мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 114 мың заң бұзушылық анықталды. 174 лауазымды тұлғаға жалпы көлемде 10 миллионнан астам теңге айыппұл салынды. Олардың қатарында облыстық басқармалардың 17 басшысы, Тараз бен Қарағанды қалаларының әкімдері, бас шаһардағы сәулет, қала құрылысы және жер қатынасы басқармасының басшысы да бар. Солардың біріне салынған ең жоғары айыппұл көлемі 300 мың теңгеге жуықтайды. Ал бұзушылық қайталанған жағдайда мемлекеттік қызметтердің санаты төмендетіліп, жұмыстан шығарылуы мүмкін. Жергілікті атқарушы органдарға 520 шағым келіп түскен. Жеке заңды тұлғалардың шағымдарының негізінде 266 жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, 89,6%-да арыз берушілердің құқықтары қалпына келтірілген. Азаматтардың өтініштерін қарау нәтижелері бойынша 207 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылып, 33 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған.